ғой, иә? Менің жұмыста болам, қолым тимейді. Сабақтан соң апасының үйіне барады ғой? Апасының үйіне барады. Жарайды, жақсы жүріңіз. Жақсы, сау болыңыздар. Айкүнім, мына деген дәптеріңнің бәрі қызыл шимай болды ғой. Берілген есем бәрі дұрыс емес. Неліктен бұлай шимай болды? Мен күнде үй тапсырмасын анаммен бірге орындайтынмын. Мен апамның үйіне қондым, сосын көмектесетін ешкім жоқ болды. Топ IQ платформасымен қалай орындау керек екенін көрсеттім ғой үй тапсырмасын. Біз деген күнделікті сабақта топ IQ-ды қолданып жүрміз. Сол бойынша келесі жол орындаған кезде есепті өзіңе анаңның көмегінсіз топ IQ платформасын қолданып орындай қой, жақсы ма? Сабағын жаттадың ба? Далада ойнап жүрсің? Иә. Мен орындап шықтым. Қатесіз орындағаныма нық sevindім. Орындадың дейді, дұрыс орындадыңдар ма? Қате жоқ па? Иә, Нашам, біз барлық үй тапсырмасын қатесіз топ IQ платформасымен жасадық. Ол жерген қатеңді қайтадан түзетіп көруге мүмкіндік бар дейді. Бізге топ IQ платформасы қатты ұнады. Біз енді тек қана сол платформамен орындайтын боламыз. Айкүнім, қызым, үй тапсырмасын орындадың ба? Мен болған жоқпын ғой апаң үйінде. Иә, Нашым, уайымдамаңыз, мен үй тапсырмасын қорқынышсыз, қатесіз орындап ұстадым. Өз қатемді тауып, оны түзетуге топ IQ-дің көмегі зор болды. Топ IQ-ды пайдалану барысында телефонның, ноутбугың, планшеттің болса болды екен. Балаларымыз ата-аналарының көмегінсіз үй тапсырмасын орындай алады екен. Біз топ IQ-ды қолдаймыз. Топ IQ платформасын пайдалану барысында инновациялық тапсырмаларды ойын түрінде жүргізіп, мультимедиа көруге болады. Бала үй тапсырмасын өздігінен орындай алады. Балада қате жіберіп қаламын деген қорқыныш сезім болмайды. Жіберген қателерін орындап, оны қайтадан түзетуге мүмкіндік ала алады.